Халықаралық зағиптар күніне орай Жетісай аудандық мәдениет үйінде бар әлемді жүрегіммен көремін атты мерекелік іс-шара өтті. Әр жыл сайын аталып өтілетін ерекше жандардың күні ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай ұйымдастырылды. Мәдени іс-шараға белді зиялы қауым өкілдері мен аудандағы біршама көз жанарынан айырылған тұрғындар қатысты. Мерекелік бағдарламада өнерлі әншілер өздерінің әндерінен шырқаса, сонда көз жанарының көру пайызы төмен немесе көру мүмкіндігінен айырылған жандар да өз өнерін паш етіп, ақындардың өлеңдерінен сыр шертті. 13 қараша халықаралық зағиптар күні болып белгіленген. Оны біз жыл сайын дәстүрлі түрде атап өтеміз. Бүгінгі күнге де іс-шара соған байланысты арнайы жұмыспен қамту әлеуметтік бағдарламалар бөлімімен зағиптар қоғамының бірлескен іс-шарасы. Бұл іс-шараға мысалға ауданда 7 мыңға тарта мүмкіндік шектеулі азамат болатын болса, соның ішінде осы зағиптар қоғамына тіркелген 160-170 азамат тіркелген. Соған байланысты соларға әр жылы осындай зағиптар күніне, содан кейін әртүрлі мерекелерге байланысты 8 мартқа қарсы әйел аналарға, басқа да және қарттар күніне байланысты әртүрлі мерекелерде демеушілердің есебінен әртүрлі жәрдемдер көрсетіліп тұрады. Егемен еліміз өркениет биігіне көтеріліп, жағдайлары, экономикасы жақсарған сайын халқымыздың әлеуметтік жағдайларына да жақсы көңіл бөліп келеді. Солардың қатарында біздің ауданымызда зағип жандарға да біз үлкен көңіл бөліп, оларға жәрдем беруді еш уақытта аяған емеспіз. Жылда осы 13 қараша мейрамы зағиптардың күні болғандықтан айрықша аталып өтіліп тұрады. 100 адамға дейін шақырамыз. Ал енді бұған осы 6 жылдан бермен қарай демеушілік қолдау көрсетіп келе жатқан, сый-сияпат таратып жатқан мынау Жетісай ауданында Бек, Нұрым, Мәжит деген Өсербаевтар семьясы өте жақсы жәрдем беріп тұрады. Бүгінде аталған ерекше жандар мүмкіндігінің шектеулі болғанына қарамастан қол қусырып үйде отырмай, қоғамнан шет қалып отырған жоқ. Енді бірі кәсіппен айналысса, бірі білім іздеп өмірге деген құлшыныстарын арттыруда. Армысыздар, құрметті аудан тұрғындары, бүгінгі 13 қараша зағиптар күніне арнаулы мына біздің Жетісай ауданынан осындай демеушілер арқасында осындай іс-шара үлкен деңгейде өтіп жатыр. Осы Жетісай тұрғындарына осындай демеушілік жасап жатқан барша аға әпкелерімізге көп рахметімізді айтамыз. Осында бізге іс-шаралар ұйымдастырылып тұрған, үнемі демеушілік етіп жатқан барша осы тұрғындарымызға Жетісай ауданында бәріне рахмет айтамыз. Жазмыштың жазуымен жанарынан айырылған көру мүмкіндігі шектелген зағип жандар қатары ауданда аз емес. Бүгінде жанарынан айырылған немесе көзі әлсіз көретін 153 жан бар. Оның ішінде жалпы 95-і бірінші топ, 58 жан екінші топ, 86 зағип ер адамдар, ал 67-і әйел азаматтар болса, 18 адам бала кезіне мүмкіндігі шектеулі. Айта кетейік, шара соңында зағип жандарға арнап азық-түлік себеттері тарқатылды. Және де ерекше жандарға қолдау көрсетіп, көмек білдіріп жүрген демеушілерге алғыс хаттар табысталды.